Жақсы балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы аңыздың ақыры романының тарихи көркемдік құндылығы. Әне бұл Әбіш Кекілбаевтың шығармасы болады, романы. Бұндағы оқу мақсаты балалар, шығарманы мазмұндас туындылардың үлгілерімен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын айқындау. Жақсы, олай болатын болса балалар, біз осы Әбіш Кекілбаевтың аңыздың ақыры шығармасын романын оқыған кезде осы міндетті түрде осыған байланысты, осы шығармаға байланысты біздің қазақ даламызда не бар? Аңыз бар, осы туралы бірнеше аңыздар бар. Осы аңыздар не дейді? Біз сол аңызбен осы романның шынайылығын, ұқсастығын, немесе осының айырмашылығын айқындап көрейік. Кәне, жақсы тыңдаймыз, мен оқып беремін. Ел аузында былай дейді: Ақсақ Темір жорықта жүргенде Бибі ханым әміршіні қуанту және таң қалдыру мақсатында мешіт салдыруды мақсат етеді. Ол үшін елдегі ең үздік сәулетшілерді жинайды. Мешіт құрылысы тез-ақ бой көтереді. Бірақ әміршінің елге оралатын уақыты жақындап қалғандықтан Бибі ханым сәулетшіні асықтыра береді. Жас сұлудың көркіне қызыққан сәулетші, егер мешіт тез бітсін десең, бетіңнен бір сүйгіздеп шарт қояды. Сонда ханша, маған неге қадалып қалдың? Өзің қалаған кез келген күніңді беремін. Мына әр түсті жұмыртқаға қарашы, олардың түсі әр түрлі болғанымен жарып жіберсең бәрі бірдей. Біз әйелдер осындаймыз дейді. Сонда бас сәулетші, мына ыдыстағы су мен шарапқа қарашы. Олардың түсі де, түрі де бірдей. Бірақ бірін іштен уытымен мас қылады, бірін іштен дәмін де сезбейсің дейді. Ал Бибі ханымның келіспеске амалы болмайды. Жорықтан оралған Әмір Темір мешітті көріп қуанғанымен ханымның бетіндегі еріннің ізін көріп қатты ашуланады. Әмірші бас сәулетшіні іздей бастайды. Бас сәулетші мешіт мұнарасына жасырынады. Сарбаздардың қолына сәулетшінің көмекшісі түседі. Көмекші бас сәулетшінің қанат байлап мәшһәрға ұшып кеткенін айтады. Жақсы, олай болса балалар, сендерге берілетін тапсырма қандай? Аңыздың дискрипті роман мен аңызды салыстырасыңдар, ұқсастығы мен айырмашылығын табасыңдар. Тапсырма қандай? Аңыздың ақыры романы мен тарихи аңыз желісінің айырмашылығы қандай? Қос парақ түгелі бойынша жұмыс жасайсыңдар. Сендерге берілген тапсырма арқылы қарап отырып, тез осы аңыз бен романды салыстырып шығыңдар. Аңыз бен романдағы айырмашылық қандай екен? Жақсы, біз бұл романды жақсы оқыдық, жақсы түсінген болатынбыз. Ал олай болса, қиындық туғызбаған шығар деп ойлаймын. Кәне, кім шынайы айта алмай оқи қой? Бибі ханым сәулетші... Жоқ, аңызда ма, романда ма? Аңызда. Жақсы, аңызда. Аңызда не дейді? Аңызда Бибі ханым амалсыздан сәулетшінің аңыздарына көрінеді. Жақсы. Романда кіші ханым өзінің киімін кигізіп бір көмекшісін жібереді, қызметшісін жібереді. Романда әмірші шындықты кіші ханымның өзінен біледі. Ал романда әмірші шындықты құрт түскен аңға біледі. Жақсы. Сендерде? Аңызда Бибі ханым салдырған мұнара құрылысы 5 жылға созылады. Ал романда әмірші 4 жыл бойы жорықта жүрді. 100 мың атты тұяғының баспаған жері жоқ деп жазған.
Ал аңызда Бибі ханымға бас сәулетші ғашық болады делінген. Ал романда кіші ханымға сәулетші шебер ғашық болады делінген. Өте жақсы. Жақсы. Олай болса балалар, біз осы романның кішкентай ғана осы ел аузындағы дүниесін біз роман арқылы салыстырып отырмыз. Себебі біз ел аузында кішкене ғана шағын ғана аңыз қалған болатын. Біз аңызды романмен салыстырған кезде осындай үлкен нәтижеге қол жеткізіп отырмыз. Жақсы, олай болса, өздерінің осы тапсырма бойынша, қос парақ күнделігі бойынша аялдама арқылы өздеріңді бағалап жіберсеңдер балалар. Дұрыс жасадық па, дұрыс жасамадық па, тез-тез. Иә, өздеріңнің. Аха. Болды ма? Жақсы? Олай болса? Иә? Қайтып, кәне? Қалыптастырушы бағалау аялдама арқылы өтеді. Кәне, қайдағы күн қараса? Екінші топ. Біздің аялдамадағы ой, роман мен аңызды ажырату бізге өте оңай болды. Сондықтан жұмысымызға ризамыз. Жақсы. Сендер өздеріңе баға бердіңдер, иә? Ризамыз. Жақсы. Келесі бір топ мына топтың жаңа несіне дайын отырыңдар. Жалпы біз аялдамада аңыз бен романның айырмашылығын көрсеткенімізді білдік. Және әрбір топтың тіл байлығының жоғары екенін түсіндік. Жақсы, жақсы. Ал сендер өздерің біздің аялдамадағы екінші топқа байланысты ой, бұл топтың романды жақсы оқып түсінгені көрініп тұр. Сондықтан біз оларды жақсы деңгейде бағаламыз. жақсы.